Шуда құны 209 миллиард 580 миллион теңгені құрайтын 10 инвестициялық жоба жүзеге аспақ. Нәтижесінде 1000 адам жұмыспен қамтылады деп отыр. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде аудан әкімі Рүстем Рыспайұлы хабарлады. Бір сағатқа созылған жиында әкім мырзаға журналистерге ширек ғасырда өзгерген ауданның әл-ауқатын баяндап берді. Білім беру бойынша 91 жылдан бері 11 нысан бой көтеріп, қолданысқа берілген денсаулық саласына ерекше мән берілгенін айтып қалды. Мәселен, өтпелі кезеңде 2 аурухана болса, қазір саны 12-ге жетті. 2001 жылдан бастап жұмыссыздық деңгейі де азайыпты. 10%-дан 4,5 пайыздық көрсеткішке дейін. Сондай-ақ жыл басынан бері 2080 жергілікті тұрғын әртүрлі қызметке жұмылдырылған. Үкімет бекіткен 5 жылдық жоспарына сәйкес құны 1 миллиард 250 миллион теңгені құрайтын 3 жоба жүзеге асырылады. Ал 2011-2015 жылдар аралығында бюджетке 39 миллион теңге өндірілген. Кәсіпкерлік саласы. Соңғы 10 жылда кәсіп ашушылар саны 2890-ға өскен. Ауданға салынған инвестиция сомасы 24 миллиардты құрап отыр. Мәдениет саласы да құбылыпты. Кеңестік кезеңнен қалған нысандарды қоса есептегенде 48 мәдени ошақ ел игілігіне пайдаланылып отыр. Егемендік алған жылдары өңірде 160 спорт ғимараты қолданыста еді. Қазір бас аяғы 202 спорт нысаны бар. Спорт саңлақтарының нәтижесі де жақсы. Аудан қоржынында 281 медаль бар. Жалпы ауыл шаруашылығын қолдауға 1997 жылдан бері 1 миллиард 300 миллион теңге көлемінде инвестициялық қаржы салынды. Мемлекеттік статистикалық есеп бойынша 1991 жылы 3 колхоз, 15 совхоз болған. Бүгінгі таңда ауданда 2614 шаруа қожалығы, 15 жауапкершілігі шектеулі серіктестік, бір өндірістік кооператив, 8 ауыл шаруашылық тұтынушылар кооперативі жұмыс істеуде.